Мен ажырасқан қыздарға таңғаламын да, қатындарға. Ажырасады да баламен, сөйтіп екінші байға тиеді. Ол екінші байы сен балаңы бала қылмайды ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Мен айтамын да қыздарға, тап үйіне ертіп барған бала емес ғой ол. Тастап кет әкесіне. Екінші байға тиетін болсаң деймін да. Болмаса тимесін. Болмаса тиме қош байға. Қазір педофилдер көп қой, өгей қыздарын, өгей балаларын зорлап жатқан. Бір нәпсіңе жауап бере алмайсыңдар, екінші бай іздейсіңдер. Байдың қадірін білмей аттап кетесіңдер, басынан ажырасып. Еще бай іздейсіңдер, баламен еще. Ешкім сенің балаңы бала қылмайды. Дұрыс емес па? Өте дұрыс. Сондықтан тұқым соныкі ма, еркектікі ма, тастап кет. Үйіне алып барған бала емес ол. Тастап кет әкесіне. Жабыстырып алып келесің да, екінші байға тиесіңдер еще. Сөйтеді ойбайлайсың да, ойбайлайтын, Құдайға не жаздым деп. Естерің жинап алыңдар, ажырасқан қатындарға айтарым. Байынан басынан аттап кеткен қатын оңбайды негізі. Тілі ұзын қатындар оңбайды негізі. Тілі ұзын қатындардың отбасында береке болмайды. Тілі ұзын қатынның байының денсаулығы болмайды даже. Соны естеріңді сақтаңдар қатындар.